Жалпы лимфа жүйесі тамырлары қандай қызмет атқарады? Лимфа тамырларына пайдалы қандай тағам түрлерін білеміз? Бұл туралы осы видеода толық айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыз. Денені вирустардан, бактериялардан, рак клеткаларынан және қазіргі экологияның басқа жағымсыз факторларынан қорғайтын биологиялық сүзгі рөлін атқаратын лимфа жүйесі. Лимфа жүйесі тамырлармен байланысқан түйіндерден тұрады. Құрамында эритроциттер жоқ, бірақ лимфоциттерге бай түссіз сұйықтық. Олар арқылы тәулік бойы лимфа айналады. Циркуляция нәтижесінде дененің алыс бөліктерінен лимфа орталық тамырларға ағып, лимфа түйіндері орналасқан ірі тамырлардың жанынан өтеді. Лимфа түйіндерінде лимфа қоспалардан тазартылады және антиденелермен байытылған әрі қарай ағады. Лимфа үшін пайдалы өнімдер. Олар сәбіз. Сәбіз бета-каротиннің құрамына байланысты сәбіз қартаю процесін айтарлықтай баяулатады. Сонымен қатар ол лимфоциттердің жойылуын болдырмайды және антиденелердің өндірілуіне көмектеседі. Жаңғақ. Жаңғақтың құрамында дәрумендер мен минералдардың көп мөлшері болғандықтан, жаңғақтар бүкіл лимфа жүйесі үшін маңызды өнім болып табылады. Олар лимфа түйіндері мен қан тамырларының қоректенуіне ғана емес, сонымен қатар олардың құрамындағы фитонцид жұглонның арқасында лимфаның қорғаныш қасиеттерін арттырады. Тауық жұмыртқасы. Лютеиннің арқасында лимфаның регенеративті қабілетіне ынталандырушы әсер етеді. Тауық еті бүкіл құрылыс материалы ретінде жаңа қан тамырларын құруға қатысатын жеңіл сіңімді ақуыздың көзі. Теңіз балдыры. Ол йодтың көп мөлшерімен әйгілі. Осының арқасында лимфаның иммундық қасиеттерін арттыруға қабілетті. Майлы балық. Ондағы полиқанықпаған қышқылдар лимфаның электролиттік тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Сонымен қатар тамырлардың денсаулығын қамтамасыз етеді. Қара шоколад. Шоколадты жеу серотониннің бөлінуін ынталандырады, ал бұл лимфа тамырларын белсендіреді. Нәтижесінде лимфа оның айналымын жылдамдатады. Барлық органдар мен жүйелер патологиямен күресу үшін қажетті антиденелерді уақытылы алады. Саумалдық. Саумалдық антиоксиданттардың жақсы көзі. Лимфоидтарды ұлпаны деградациядан қорғайды. Лимфаның су-тұз балансын сақтауға қатысады. Дененің қалыпты жұмыс істеуі үшін барлық мүшелері мен жүйелерін қоршаған ортаның жағымсыз әсерінен қорғау қажет. Дәл осы рөлді лимфа тамырлары атқарады, бірақ олар назар аударуды қажет етеді. Бүкіл лимфа жүйесінің жұмыс істеуі үшін келесі ұсыныстарды орындау қажет. Гипотермиядан аулақ болыңыз. Лимфа түйіндері суыққа өте сезімтал. Спортпен айналысыңыз. Бұл лимфа тамырларының тонусын сақтайды. Темекі шегуден және алкогольді ішуден аулақ болыңыз. Осының арқасында лимфа тамырлары ұзақ жылдар бойы тиімді күйде болады. Ал лимфа дененің ең алыс бөлігіне еркін жетеді. Таза ауада жиі болыңыз. Жаяу жүру бүкіл лимфа жүйесінің қорғанысын күшейтеді. Лимфа үшін зиянды өнімдер. Алкогольді ішімдіктер, олар спазмды тудырады және лимфа айналымын бұзады. Тұзды шамадан тыс тұтыну ыдыстар ішіндегі қысымды жоғарылатады. Нәтижесінде ыдыстар жарылып кету қаупін тудырады. Шұжықтар, консервілер және крекер. Олардың құрамында лимфа үшін зиянды заттар бар. Олар лимфа түйіндерінің сүзу механизмін бұзады.